Қазақ тілі пәні 75-77 бетті ашамыз балалар. Бүгінгі тақырып сағаттың шығу тарихын зерттеймін. Сабақтың тақырыбы тура және ауыспалы мағыналы сөздер. Уақытты қалай ажыратқанын білесіз бе? Әлемде ең алғаш адамдар уақытты күннің қозғалысы арқылы білген. Мәселен, жерге таяқша қадап, оған уақыт бірлігін тізбектеген. Таяқшаға түскен көлеңкенің жырылуына қарай адамдар уақытты анықтаған. Уақыт өте келе күн сағаттардың көлемі ұлғайып, піл сүйегінен, бағалы бұйымдар мен қымбат ағаштардан жасала бастады. Тіпті адамның өзімен бірге алып жүруінен ыңғайлы қалта сағаттары да пайда болды. Бірақ адамдарға күн арқылы уақытты білу қиынға соғатын болды. Себебі күн сағаттар арқылы уақытты тек күн шыққанда ғана біле алады. Біздің заманымызға дейінгі 400 жыл бұрын әйгілі ғалым Платон су сағаттарын ойлап тапты. Зерттеушілердің дәйегінше Қытайда су сағаттарды 4,5 жыл бұрын пайдаланған екен. Мұнда бір құтыдан екіншісіне тамшылап аққан суға қарап, уақытты шамалаған. Қызығы, мектептегі қоңырау мен күнделікті қолданып жүрген шырылдауық сағаттар да осы су сағаттарға қарап құрастырылған. Бұл сағат екі құтыдан тұрады. Бір құтыдан екіншісіне өткен су бос кеңістікке ауа ағыстырады. Ауа арқылы белгілі бір уақыт аралығында сырнайдан әуелеген музыка пайда болады. 9-шы жаттығу: жұмбақты оқып шешуін тап. Таңдайы тақтақ, талмайтын еткен жақ. Бір өзіңде екі тіл сөйлемейді, бірақ жұмбақтағы қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер нені білдіреді? Тіл сөзі қандай мағынада қолданылады? Сағат не үшін керек? Суреттегі сағаттарға қара. Суреттер бойынша сағаттың шығу тарихын болжап көр. Отбасы мүшелері қай сағат түрлерін пайдаланады? Сен өзің қай сағат түрін қолданасың? Сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа мағынаны да қолдануға болады. Тіл дене мүшесі, тура мағына. Тіл сағаттың тілі, ауыспалы мағына. Сәйкестендір: қанат, аяғымен доп депті. Екінші, атам басына тақия киді. Жарыста аяның аты басы бозды. Ол келгенде жұмыстың аяғы еді. Енді сендер қай сөйлем тура мағына, қай сөз ауыспалы мағына, соны ажыратып сәйкестендіріп дәптерге жазыңдар.